Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқан: білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, ал күшті болуға бірлік керек дейді. Бұл атаға осы керектерге жетуіміз үшін біз қоғаммен не істеуіміз қажет? Мен айтайын дегенім, тіл саласы болсын, тәрбие саласы болсын, оны айғайлап, ұрандап айтқан ол нәтиже бермейді. Оның жүрегіміз ауырып, ол айғайлағанмен. Ол біздің үйдегі дастархан басында сөйтіп айтсақ, ол баламыз жериді. Өзімізден безіп кетеді, құлағын жауып. Оны тілді айтып отырып тіл үйретпейсің. Тәрбиені айтып отырып үйретпейсің. Уақытында тұрасың ерте жатасың. Сен сосын таңертең тұрып дайындаласың, кітап оқисың, денсаулығыңмен айналысасың. Сосын қоғамдық өндіріс істейсің, бәрін күліп жүріп, риза болып істейсің. Ал шаршап келіп істесең, шаршап ұйқың қанбай тұрып жұмысқа баратын болсаң, тапқан таянғаның ақшаң өзіңе жетпейтін болса, шайпылыңа. Біз кімнің жаңағы таптауында қалдық? Жаһандану үдерісінде осы өте күмәнді сұрақ. Бұрын кез келген мәдениеттің озығы бар, тозығы бар. Поп мәдениет, яғни бұқаралық жаппай дарақы мәдениет. Сол басып кетті. Біз жаңағы ғажап мәдениетіміздің, өнеріміздің, руханиятымыздың жауһарларын сақтап қалудың, дамытудың, бойға сіңірудің технологиясын жасай алмай отырмыз. 60-70 жылдардағы. Неге жасай алмай отырмыз? Енді біз кешеуілдеудеміз. Біз баяғы сол фольклорлық 150 томдық фольклор бар бізде. Сонымен жүрміз. Оны технологияға сай дамытып отыру керек. Яғни, міне, жаяу жүрдік пе? Одан кейін атқа міндік пе? Атқа да мінгенде ата-бабамыз технологиямен мінді. Көрдіңіз бе? Олардың садағының өзгеше болған, қылышының өзгеше болған, темірді кесетін болған. Біз соның бәрінен айырылып қалып отырмыз. Біз өзімізді ұлы деп айтқанмен, біздің отырарымыз, Сайрамға дейін 30 қала. Бүкіл Ұлы Жібек жолындағы қаншама қалалар. Сол жүйені, мысалы, Ташкентіміз бар, басқамыз бар. Оның бәрін қазір кім біледі? Мысалы, оны тарихтан ғана біліп оқып қою, ол ашуыза көзіңе жас келтіргеннен басқа не істейді? Біз оны қалай дамыттық? Bir кезде үзіліп қалды. Неге үзілді? Онда да оба, алтын орданың ыдырауына оба кедергі келтірген дейді. Сосын климаттың өзгеруі дейді. Сондықтан қазіргі кезде ол бірінші адамның бойындағы, өз бойының дағдысы, сосын оның технологияны игеруі, сонда сол барып жаңғырады. Біздің қазақтың бай нәрсеміз бар, бірақ технологиялық тұрғыдан қалып қойып отырмыз. Былайша айтқанда біз бәтіңкеміз бар, бірақ соны байлап кие алмай отырмыз. Конфуций кезінде танымал болмаған ғой. Өліп қалғаннан кейін, оған атақты 1000 жылдан кейін бере бастаған. 300 жылдан кейін барып басына император барған. Мысалы, Абай оған қарағанда, Абайдың көзін көрген адамдар бар. Көзін көрген адамдарды көріп, Абай әуезов кітабын шығарған. Қолжазбасы қалмағанмен, Абай нақты адам ғой. Ол бірден өлгеннен кейін бір жылдан кейін Әлихан Бөкейханов айтқан, қазақтың бас ақыны деп. Ал Конфуцийді атағын дәрежесін 1000 жылдан кейін берген. Біз Абайды сол дәрежеге көтере алмай тұрмыз. Біз әлі таным, білім деңгейінде ғана жүрміз. Ал оны талдау, саралау, сосын оны жаңарту, жаңғырту, және әрі қарай жетілдіру сатыларына көтерілмей тұрмыз. Біз тек қана горизонтальдық деңгейде, көлбеу деңгейде жүрміз. Бізде сүзгі жоқ, бізде бір сараптау жоқ, електен өткізу жоқ. Технологиялық тұрғыдан, технология дегенде, завод, мәшине жасауға, самолет жасауға ғана қолданбау керек. Технология, гуманитарлық салада технологиялар бар. Сол оқысақ та, басқаның технологиясын алып келсек та, өзіміз технология дамытсақ та, соның қозғаушы күші, және жалпы барлық ғылымдардың өзі негізгі ортақ пәні ол адам. Адам Алланы тани алмас, бірақ адам өзін тану үшін еңбек етуді керек. Сол адамды дайындай алсақ, оның жаңағы жан дүниесін, тәнін, рухын дамытсақ, адам баласын, ерік жігерін, мәдениетін, діни білімін, басқа да танымдарын дамытсақ, адамның қопармайтыны жоқ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің осы кезекті жолдауында айтты: темірдей тәртіп пен жоғарғы жауапкершілік баршамыздың бойымыздан табылу керек деді. Бұл принциптерден дағы, бейбіт аға, сана биігі мен өре өлшеміне сіңірудің аспектілері мен амалдары қандай? Жаңа заманауи кезде біз қалай қоғамды жаңаландырамыз? Біз жаңаландыруымыз ғой, түбінен арам шөптің бәрін жұлып тастауымыз керек. Негізі кейбір терминдер бар, солар қайтып келгеніміз дұрыс. Мысалы, ұлттың жаңа болмысы дейді. Болмысының түбінде біз ұмытып кеткен десоветизация, декоммунизация, деколонизация деген мәселелер жатыр.
Бұл енді үлкен теория ғой, оған кірмей қой. Мен өзім енді шетелде оқыған адаммын. Докторантура Түркияда 9 жыл университет Измирде оқығанмын. Соған мысалы қазақтардың әңгімесі бар ғой, көп оқығаннан емес, көп көргеннен сұра деп. Жаңа еңбек мәселесі. Еңбек мәселесі ғана бүгін айтқандай, жаңағы күйкі тіршіліктің еңбегі емес, кәсіпкерлік, жаңа технологияны дамыту, соны қолдану, үйрену мәселелер. Мысалы Түркияда қарайсыз. Бізде заң бойынша, еңбек заңы бойынша 14 жастан жұмыс істеуге болмайды. 16 жастан ғана әке-шешесінің рұқсатымен жұмыс істейді. Түркияда шырақ деген түсінік бар. Шырақ деген 14 жастан және кәсіпкерлікке үйретеді. Сіз неге мысалы Совет үкіметі кезінде құлақбалдықта біз Қытай дамып кетті. Олар да коммунист еді ғой. Олар өздерінің анау ремесленничество дейді ғой, баяғыда келе жатқан. Қолөнер соны сақтап қалған. Біз қолөнермен жұмыс істеп, жаңағы ұста деген түсінікті ұмытып қалғанбыз. Ұсталық. Содан басталады негізі бизнестің бәрі, кәсіптің өзі. Ұлттық кәсіп, мысалы, ұлттық қазақ түрлі кәсіп, сол жақтан басталады. Сол шырақтар, мысалы, шырақ деген мағынаны. Шаштарыңызға 14 жаста баланы алып келеді, айтады, мынау сүйегі сенікі, жаңағыда қазақ айтпақшы. Сондай үйрен, ет сенікі дегендей. Үйретеді. Ол кішкентай сыпырғаннан үйренеді. Сөйтеді ертең көріс, бір 7 жылдан кейін керемет бір кәсіпкер болып шыға келеді. Біздің қазақ тілі қоғамда қазақ тілде оқыған оқушылардың мектептердің ең қиын жері жаңағы мұғалімдер мен оқушылардың арасындағы иерархиялық қатынас. Әлде. Мысалы, даже біз Совет үкіметінің кезінде қазірде орыс мектептерін көрсеңіз, ол мұғалім мен оқушының арасындағы қатынас партнерлік қатынас. Бір-бірімен сөйлеседі. Бізде қалай? Бізде бір бала өсіп келе жатса бар ғой, оған немесе алтын медальға дайындайды. Басқалар өсіп келе жатса, оларды анау басқа оқымағандардың деңгейіне төмен түсіргісі келеді. Таланттарды қолдау керек. Бізде Қазақстанда гений деген балаларды гений деген түсінік қалыптаспаған. Бүтін дүниеде генийлер бар, Қазақстанда ғана гений жоқ. Неге мысалы мемлекеттер гений деген бір түсінікті қалыптастырмайды? Мынау түрк колледж нелер бар ғой, лицейлер. Соларда бар. Және де мысалы біз жаңағы еңбекке тарту үшін кәсіпкерлікке қарай жол ашып беруіміз керек. Иррационалдық нәрсе керек. Бәрін тек қана жаңа 8 сағат жұмысқа барып, 8 сағат баланы тәрбиелеп, 8 сағат ұйқымен өмір сүргізбейсің ғой. Жұртпен араласу үшін иррационалдық, яғни рациядан тыс, ақылдан тыс бір нәрселер болу керек. Ол жаңа өнеріңіз бар, музыкаңыз бар, бірге отырып қауқылдасып, әңгімелесіп, шүйіркелесіп, уақыт өткізу бар. Сол той. Бірақ сол тойды біз не істедік? Әнші шақырамыз 10 000 долларға, миллион теңгеге. Жаңағы кіргеннен бастап біздің ұлттық дәстүр емес. Бизнес, шоу бизнестің, немесе жаңағы той бизнесінің адамдары басқарады біздің. Келіннің аяғын аттап кіреді, шаңырақпен кіре ме, шаңырақпен кірмей ме, ақ жол төсейміз бе, төсемейміз бе, қандай шашу шашамыз, қандай өлең айтады, қандай киім киеді, соның бәріне шашылады да, тойдың иесі, анау асабаға дені беріп қойғаннан кейін тізімді. Ол сыртқа қалады, ол керек жоқ, ақшасын төлеп қойды, тізімін беріп қойды, 400 адамды тойханаға шақырды, сосын асаба кедергі жасамаңыз дейді. Кейде ағаларың, туыстарың тойына барып, енді асабаға, мына жер былай ғой, реті. Тұқан келіп қалды, мысалы, жаңа кешігіп еді, тұқанға сөз беріп жетсек, сіз араласпаңыз. Біз келіскенбіз дейді да, жап-жас балалар, бітті солар басқарады. Тойда не көрдік? Ет келе жатыр, қолдарыңызды көтеріңіздер, ет шақырыңыздар. Екінші қол сорпаны шақырыңыздар, ал қол соғыңыздар. Балабақшаның ертеңгілік іс шарасы қылып жерді. Бізде ауылдық қазақи мәдениет қалыптасты да. Енді болашағымыз жаңағы болмысымыз, қазақтың болмысын күшейтуіміз керек қой. Қаладағы болмысымыз нашар. Мен салыстырып өтейін тек қана. Түркияда, мысалы, мен ойлайтын, түріктің жігіттері мықты, тәрбиесі керемет, жаңағы барлық жағынан жақсы сияқты. Неге екенін түсіндім. Себебі оларда қалаларда үлкендер мен жастарды кездестіретін арнайы кафелер бар. 7-ден 77-ге дейін сол жерде доминосын ойнайды, шахматын ойнайды, шайын ішеді, кофесін ішеді, бітті. Сол жерде бар ғой, ана ұрпақтың арасындағы тәрбие бір-біріне беріліп отырады. Үлкендер сол жерде әңгімелеседі, ана жастар келіп тыңдап отырады. Қазақ осындай екен ғой, мына әңгімелер дұрыс екен ғой дейтінде. Бізде сол ұрпақты қалада қаланың қазақи мәдениетін қалыптастыратын орындар жоқ. Шәкәрім атамыз айтқан екен. Жұқпайды екен айтқан сөз, ғылымы жоқ наданға, кеудесінде болса көз жұғар сондай адамға. Ондай адам қазақтан көп туса осы заманға, босар еді азаптан қазақ шығып самалға дегендей. Біздің барлығымыздың қазір осында тұрғандардың үлкендердің мақсаты қазақ жастарының тек қана екі көзі ғана емес, кеудесінде көзін ашып беруіміз керек. Жаңағы 11 бағыттың ішіндегі ұлт болмысы бір төбе, қалған оны бір төбе. Оны осы ұлт болмысына қызмет ету керек.